Егер емдеп атқан емші мен тауып беріп жатырмын емді десе, онда сізді жетектеген ол басқа зат. Немесе өзі емдеп жатыр, бірақ бұл емді маған бір бабам келіп тұр, атам келіп тұр десе, ол да қате пікір болады. Өйткені оны қайдан алдық? Мына Жин сүресінің тәфсірінде, Ибн Құртубида да келеді аздап бұл әңгіме, Имам Табарида да келеді. Дәл осы емшілік жайындағы әңгіме Ибн Касирда да келеді. Оның барлығы бір жобалас әңгіме айтады. Кезінде палшылар жындарменен жұмыс жасайтын дейді. Ал жындар палшыларды өзіне бағындыратын. Сол әңгімелердің біреуі Жин сүресінің аятында келеді. Жындардың әңгімесі келеді. Біз дейді, бір үлкен жапан далада мекендейтінбіз. Адамдар өтіп баратса түсіне атасы болып кіретінбіз дейді. Қараңыз. Түсіне атасы болып кіретінбіз. Сөйтіп қорқытатынбыз. Ол кісі бізге қой немесе бір нәрсесін сойып кетеді, біз оны тыныш қоя беретінбіз дейді. Бұл осылай пайғамбардан айтылған сөздер, бауырлар. Қазіргі кездегі кейбіреулердің ісіне ұқсайды, дұрыс па? Маған аталарым айтып тұр, қара тауық сойсын. Көк қойдың басын алып келіп қақ, өкпесімен қағу керек, терісіне орап қойып қандау керек дейді. Сонда барып кетеді дейді. Бұл әңгіме дәлме-дәл Құран-ы Кәрімнің тәфсіріндегі ұлы тәфсірші ғалымдардың көрсетіп берген хадис, көрсетіп берген сөздерінен дәлме-дәл келіп тұр. Бұл адасу болады, бауырлар. Оны мен өзімнің қалтымнан тауып отқан жоқпын. Құдай сақтасын, мен медицинский бітірген емеспін. Оны талдайтындай. Дін шариғаты бойынша жынменен араласып емдеу ислам шариғатында тыйым салынады. Өйткені ол бірінші орында адамды сенім мәселесінде адастыруға алып барады. Ең бірінші орында Құдайға емес, басқа нәрсеге сенімге апарады. Өйткені көмес нәрсе болғаннан кейін Құдай арқылы ғана істей аласыз, Аллахқа тапсыра аласыз. Көмес нәрсені көмес бір нәрсеге тапсыруға болмайды. Яғни жынға істі тапсыруға болмайды. Қайдан білесіз, ол сізді алдай ма, арбай ма? Қандай мәселе менен сіз оған кепілдік бере аласыз? Тарихтағы енді бастан өткен, үлкен көпшіліктің бастан өткен әңгімені айтсақ, сондай жынменен айналысқандардың ұрпағын қараңыздар. Ұрпағын қараңыз. Не сол ұрпақтан бірде-бір ер перзент қалмайды? Немесе сол адам ұрпақсыз өтеді өзі? Немесе өмірінің аяғында жынды болып қалған болады? Ең болмағаны өзі бар, бала-шағасы бар болғанда, бала-шағалары, немерелер жынды болып өтеді. Жынды болады, кәдімгі жынды болады. Оған жаңағы тәуіп немесе сонда емші сымақтарға барсалар айтады, саған әруақ қонған екен, сен әруақ ұста дейді. Сен бата ал дейді. Сөйтіп ақмата жайып береді. Немесе жаңа тағы да бір кітабын, бір нәрсе дұғаларын үйретеді. Ол соны істесе емделеді дейді. Енді мақыл сол емделді ма десек, қайтадан тарихқа көрейікші, мақыл ұзаққа емес, көргенімізді, өмірден көргеніңізді алсаңыз, дәл солай батасын алып, сосын адамдарды, емдеген адамдарды көрейікші десеңіз, одан сайын құтырып жынды болып кеткен, белгілі бір уақытқа ғана басылады да, қайтадан дәл сол ауруына түсе кеткен. Болды. Одан айығып, түп-түзу болып кеткен 100 адамның біреуі шығар, 99-ы жынды болып кетеді қайтадан. Яғни бұл ақылменен де емдеуге келмейтін зат, біліңіздер. Исламда сол үшін әруақ мәселесіне көңіл бөліңіздер. Яғни менің бабам кеп тұр, атам кеп тұр десе, ол дәл сол болады ма, жоқ па? Сол мекен, сол емес пе екен, бауырлар? Оны ұстап көрген жоқсыз ғой. Ал Құран Кәрім тәфсірлерінде айтылуы бойынша көбінесе солардың суретімен жындар келеді дейді. Жындар келеді дейді. Енді исламдағы осындай бір тылсым күштегі емдеу мәселелеріндегі пал ашу, көріпкелділік, болашақты айту,
өткен шақты айту қандай арам болса, дәл солайша мен ата бабам айтып тұр, сенің мына жерің ауырып тұр деп айту да арам болады, біліңіздер. Шын айтса да, тауып айтып тұрса да, біліңіздер. Өйткені ол көмес нәрсемен айтып тұр. Өзінің тәжірибесімен, немесе өзінің анау тамыр ұстап, үйреніп, ұстаздан бұлай алып келатқан білімімен емес, не өзінің түнімен күнімен оқып жазған кітаптарынан емес, бәлки ұйықтап тұрды, төбесінен біреу қойып қалды да емдей берді, емдеп кетті дейді. Жындар біздің өмірге өте көп араласқан бауырлар.